Бір сұрақ. Бәріне сәлем, құрметті біздің сүйікті көрермендеріміз, құрметті Қазақ Централ стендап YouTube каналының көрермендері. Бұл жаңа жоба, бір сұрақ жобасы. Келген көрермендер, келген қонағымызға өздерінің көкейінде жүрген кез келген сұрақтарын қояды. Бұл жобаның резиденттері мен Садырхан Маңсаған және Жоламан Кәкеш. Ал бүгін бізде қонақта Жозефина. Жозефина деген Жозефина деген. Фина деген бөлек сөз сияқты. Фина. Жозефинал, яғни полуфинал деген сияқты. Ол да онша емес, Жозефинал Лига чемпионов. Не істеп жүрсің қазір жалпы? Не нәрсемен айналысып жүрсің? Қандай бір күшті бір пландарың бар? Бүйтіп, вот скоро мынандай болайын деп жатыр деген сияқты бір күшті бірдеңелер бар шығар? Негізі пландармен бөліскенді ұнатпаймын. Ұнатпасаң да бір-екі планды просто бөліспей ақ қой, айта сал, өзіміз бөліп аламыз. Туған күнге дайындық. Қашан туған күн? 24 сентябрь. 24 сентябрьге дейін әлі 1040 жыл бар ғой? Жоқ, енді мен негізі блогер... Менікі сенен бұрын ғой, мен әлі бастаған жоқ туған күн туралы ойлап. Жоқ, мен негізі блогер болғаныма 2 жылдан астам болды да. 2 жылдың ішінде мен ешқалай андай блогерлар шақырып, қатты мындай не жасаған жоқпын. Тойлаған жоқпын туған күнімді. Өйткені басында қорықтым, екінші жылы еріндім туған күн жасауға. Енді осы жылы бұйыртса бүкіл таныстарымды, коллегаларымды, блогерларды андай жерге жинап, бәрін жинап, андай ұлан ғасыр той жасағым келіп тұр. Happy birthday, принцесса наша деп па? Да. И заодно андай кәдімгідей креативпен, өйткені уже бәрі андай жасап болды. Соған кішкене бүйтіп ойланып жүрмін, не істейсің? Нешеге тойындасың? Уже Сабуров жүргізбейді, жоқ, Сабуров емес. Одан да поинтереснее стендап комиктер бар ғой мысалы? Аңсаған деген ба? Жоқ, бар ғой мысалы. Аңсаған мен шақырған жерге келмейді. Келмейсің сен. Мен даже бар ғой бұны неге шақырдым ғой? Тоқта, оны қай жерде айтайын olsun десің. Кешінде. Ойлана жынды. Қайда шақырдың? Ауыз ашарға шақырдым да. Келген жоқ, қоландаш. Бүйтіп қонақ қыпта шақырдым. Ол сенбеді. Ол да бар. Маған Жози орамал киіп жүрген фото жібереді ғой. Мен айтамын, жоқ деймін. Мына ол емес деймін. Жоқ, кәдімгі дайындалып бар ғой, жақын ғана бүйтіп шақырдым да. Сонда да келген жоқ. Жоламан келді мысалға кешкісі де. Ол қалмайды ғой. Мен Салиман бар. Чүйт. Білмеймін, короче. Биыл 25-ке тойындаватсың, иә? 25-ке. Қайран 25 май. Ауызжарға бардым, мен андай нумерология деген кітап апарып қатысың. Келіп қалдым 50-дің жартысына 35-ақ жыл қалды 60-ма дейсің. Сондай жазып қойшы сыртына ше, туған күнге кіретін жерге. Келіп қалдым 50-дің жартысына 35-ақ жыл қалды 60-ма дейтін кезде блогерлер бәрі соңғы түсіріп кіреді. Қандай креатив. Бір әжеміздің 40 жасына кіріп барады. Менде бір сұрақ бар, сіз Инстаграмда мысалы анада ашық. Бірінші танысайық та, саламатсыз ба? Сен тапыр-тапыр есікке үйге кірді, төсектерің қайда, қай жерге жүр? Қай жерге, шешетін жер қайда деп. Саламатсыз ба біріншіден? Сәлеметсіз бе осы жерге? Жоқ, саламатсыз ба біріншіден? Есіміңіз кім? Амина. Амина? Сіз Жозидің оқырмансыз? Иә. Баяғыдан бері? 1-2 жыл болды. 1-2 жыл болды. Күшті. Не үшін подписансыз Жозиге? Күлкілі. Ақ көңіл. Өте күшті жауап. Әдемі, харизматичный. Сіз де көрдіңіз бе? Көрерменіңіз де өзіңізге ұқсайды екенсіз, өзі де солай болып отыр. Саған комплимент айттым ғой? Ұқтым. Рахмет десейін? Деп па десің, каждыйдан міндетсін отырсың. Все, кешірім сұрайын. Ұқтым деген міндет. Ұқтым? Иә, әдемі. Күшті. Амина, сіз қай жақтансыз? Қай жақтансыз? Алматы. Оқисыз ба? Мектеп бітірдім енді. Өйдөнай біз түрлерін көрмейді, бүкіл информация сұрап алғанымшы. 2000 қанша? 19 жылысың ба? 2006 мын. 2006, почти все, 2019 ғой. 2006-лар жүре ала ма? 2006... Мама, 2006, ей уже 19. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сұрақ қоя беріңіз. Ей деп орысша сөйлегенбіз. Сіз анандай Инстаграмда ақ көңіл, мынандай веселый боласыз. Ал қазір қарасам анандай. Ведьма болды ғой, ведьма. Жоқ, ұялшақ. Сіз өмірде де сонда ұялшақсыз ба? Или больше анандай? Деген весельчаксыз ба? Маған ана Жози керек десе. Жоқ, сұрағы күшті ғой, иә. Телеграмда, Инстаграмда бүйтіп анда кружоктар бірдеңе жазады ғой. Уә деп. Жеңгелер болады бүйтіп. Кетші бара байма деді. Сондай қатты анда күшті болып жүреді. Қазір ұялып отыр ма деген сұрақ қой, иә. Болды, кроссовкасын шешейік. Басқа нәрсе кетсін. Негізі бұл сұрақты көбісі қояды. Қалай айтсам болады?
енді ол кішкене цинический образ біріншіден инстаграмдағы. Цинический. Бірақ та ол менің бөлшегім, ол ешқандай бір маска емес. Бірақ та мен айтқам, телеграмдағы менің қыздарым біледі, то что мен өмірде кішкене андай Телеграмда не қыздарым басылып қалған адаммын, ұялшақпын, сондаймын кішкене. Но енді достарым жанында енді максималды түрде ашыласың ғой, енді бірақ та халықтың алдында бүйтіп өмірде көрсеңіздер өте андай кішкене басылып қалған адаммын, иә. Жоқ, бірақ когда как сәлден кейін уә деп отыру мүмкін. Ол үйреніп алсам, иә, негізінде сондай, бірақ та кішкене мен де қобалжып отырмын да, андай қазір қандай сұрақтар болады екен, ешқандай сценарий жоқ, аяқ асты не болады деген кішкене менде нервы как бы. Дұрыс қой, енді Джузи енді ол цинический образ болу керек қой, өйткені сен өмірде де солай жүре берсең кружок сияқты деп подписчик көрген кезде ше арасында демалу керек шығар. Жоқ, андай подписчиктер болады ғой, типа далада енді көбісі үйреніп қалған, Джузи сен комфортныйсың дейді да, далада көреді да, привет десең, боқтасы дейді да маған. Мен тұрып қаламын. Жоқ, мен андай тұрып қаламын да кішкене андай біртүрлі болып қаламын, бірақ нормально в принципе. Ондай да Джузи да көшеде біреу келеді да, Джузи боқтасай деп сен молодой человек кетіңші деп үйге барып кружок, а долбоёб, блядь, нахуй. Сразу образно боқта дейді. Ол рас андай мен андай болады ғой, типа ұлдар келіп бүйтіп назойливый ұлдар болады ғой өмірде, сөйтіп Назойливый деген не? қанды ішеді ғой, андай ондай кебап бүйтіп миды жеп танысайық та бір бәле дегенде андай кешірім сұраймын, мен таныспаймын, мен мүлдем ондайға жоқпын деп кетемін ғой, телеграмға келгенде деп бастаймын да мен андай. Олдан жақындамай қойсаңдаршы, короче. Жоқ, ол просто камера қосылған кезде менде бар ғой андай, мен өзімді ұялмаймын, мен күшті сезінемін. Күшті, Амина сұрағыңызға жауабыңызды алдыңыз ба? Иә, Алған алдым. жоқсың ба или? Алдым. Менде тағы бір лайфхак бар, мысалы, Джузи айтады ғой, вот, біреу танысқысы келсе, просто 15-тедемін дей салыңыз. Сенсе, сенбесе де астам. Қалай? 15-темін дей салыңыз. Джузи 15-темін деп айту керек па? Иә. Маған сене ма? Жоқ, тоқта. Сенбесе де понятно. Разыграем. Мен көшеде келе жатырмын. Школьный лайфхактар айтып отқаншы. Саламатсыз. Джузи саған школа жүре ма? Да, саламатсыз. Мен көшеде келе жатырмын. Назойливый балам бағана. Назойливый, дұрыс айттым ғой? О, сәлем, Джузи, қалайсың? Мен 15-темін. Фу, мә, сен отызға келіп қалдың ғой. Что там, дальше, что делать? Это был намек, что я знакомиться не хочу, дей салыңыз. Ё-моё, жалпы Амина, короче, үйретемін деп отырсың ғой бәрін, иә? 2006 Болашақ коуч өсіп келатыр, көрдіңдер ма? Прикинь, 2006-дан ақыл естіп отырып қой, мысалы. Барлықтарыңызға сәлем. Есіміңіз кім? Айым. Айым, күшті. Сіз оқисыз ба, жұмыс істейсіз ба? Оқу бітірдім. О, қандай мамандықты? Электроника. О, не істейсіз ол жерде? Өміріне қызығып жатыр қой. Электроника деген. Өзіне сұрақ қойып тастаған ше бе? Подъезд аралап, счетчиктің нөмірін жазып жүретін. О, прикольно. Реалист. Жоқ, күшті, кезінде осындай айымдардан қорқатын ғой. Ес қақып тұрады ғой, басқаша қағаздар болсын. Кстати, мен бір секретімді айтайын. Баяғыда үйге мама келген кезде 3 рет тоқылдатады. Дүк. Это мама. Андай счетчик тук дейді. Тексерем деп ұрып атқан сияқты болатын ғой. И всегда андай. Бір күні сол счетчик тексеретін, маманың ұратын жаттап алған ғой. 3 рет ұрады ғой. Мама деп ойлап қалсам ана кісі. Ашпа, ручкамен тұрма бетім. Счетчиктарымды ашында. Салдым ба? Күшті, Айым. Енді сұрағыңыз қоя берсеңіз болады сізбен бір танысып. Подъезден шығып тұрмаңыз. Мен білемін, сіз медреседе оқығансыз, исламға жақынсыз. Бірақ сонымен қатар нумерология, суицид, вселенныйға сенесіз. Сұрақ, сіз екеуінен салыстырғанда қайсы жаққа жақынсыз? Деп басташы. Ай, мынау проект государство жабады-ау, осы бар ғой, маған адам қарап отыр бар ғой. Жаңағыдай простой сұрақтар бола ма? Сен суицид дейді. Суицид деген несі? Суицид деген не? Жоқ, цифровой психология деп айта берсеңіздер болады. Немене, қандай? Цифровая психология. Немене? Цифровая шығып кеткен ба не? Жай психологияға жиданбай жүріппіз. Астрологияда, мысалға нумерологияда бар кейбір заттар келіспейтіндігімен, бірақ та ол заттарды мен оқымағанмын. Өйткені оқымағаның логически оқымаған нәрсемен келіспейсің ғой. Иә, ол заттарды мен оқымағам, мысалға нумерологияда кармическая связь деген бар, мысалға да душа, то, что в другом теле она была до этого тебя деген сияқты заттар бар да, мен ол затта қызықпаймын. Өйткені ол қарама қайшы, мен оны оқығам, зерттегем да, и келмейді ол.
сосын мен түсіндім то что бұл затты мен ұстанбауым керекпін деген сияқты. Бірақ та мысалға цифровой психологияда сіздердің қасиеттеріңіз туралы айтылады и все. И мен психологпын өзім, бірақ та әлі кішкене қорқам адамдарды алуға, клиенттерді. Бірақ та енді мысалы болашақта жоспар бар ма? Психолог болып, біреу келіп саған ақша төлейді да, мысалы үшін 1 сағаты 50 мың теңге и саған проблемасын айтып отырады. Сондай план бар ма? Ну, инстаблогқа кеткенде де. В будущем. В будущем, может быть, да, если я рожу, там, семья и так далее. Рожу? Бала туғаннан Рожу, кейін если ғой. я рожу психолога. Вот, так что я не перемешиваю это все. Ешқашан андай араластырмаймын да. Вообще араластырмай, Да. қысасыңдар. Өйткені Градус нумерология ол менің жүректе емес қой, ол баста ғой менде. Это как мен сабақ жаттайсың ғой, сол сияқты ғой. Сабақ жаттадым мен. Ал дін ол жүректе. Болды. Получается, больше в ислам верите, да? Мына удон скреп еткені болды. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, барлықтарыңызға сәлем. Есімім Назерке болады. Мен Жозефина сізді көптен бері қараймын, 2023-тен бері телеграмда да бармын. 2 жыл. Негізі былай сұрақ қойын десем, көп нәрсені сіз туралы білемін да. Сол үшін бір қызығырақ сұрақ қойғым келіп Кім тұр. размері қанша? 35. Базар жоқ. Білемін. Серьезно ма? Соған дейін білесің ба? Потому что Артық информациялар көп деп ойламайсың ба өміріңде? 35 дегенде. оны артық информация деп ойламаймын просто. Мендегі сұрақ, сіздегі өзіңізге ұнайтын деймі, бір түрлі әдетіңіз бар ма? Мысалы, мен өзімде Бұрын шықитын әдет бар. жоқ, ондай емес. Мен кекірім десің. Мысалы, адамдарды көресің ғой, көрген кезде мен оны киімсіз елестетіп кетемін да. Сен жындегенсің, тоқтай. Ол сондай әдет қой енді. Сондай бір. Бүйтіп отыр ұятты. Бірақ ол оны Бір мен моментте өзіңіз күліп жатса, Бүйтсен. Қырынбайсың ба десің. киімсіз елестетіп. Вообще күтпедім сенен, ужас. Еще мен жақта отыр ғой, мағадан бері бүйтіп отырмын ғой мен. Ей, бағанан бері голый отырғансың ғой сен. Мен полным аяқ киім ғана шешпеген шығар. жоқ, ол проблема Ештеңе сізден айтпа. емес қой, менен ғой оған сіздер не Я, сен проблемаңды, біз проблема жұқтыртып жатсың просто. Бәріміз солай ойлап кеттік та мысалы. соған ол бірақ өзіме ұнайды менің. Конечно, ұнамайды десең өте жаман болады деді. Асыққа ұнап отқан сияқты. Сондай бір түрлі андай бір не болады ғой, әдеттер болады ғой адам, мысалы сіздің Ондай сондай әдеттер болмайды. болады. Сен өзің ойлап тауып алғансың. жоқ болады. Мұрын шығу дейтін мен қасына оң күшті болып қалды Жоқ, күшті ғой негізі. Біреуді любой адам шешіндіре бересің баса көзбен. Андай қалай сен өмір сүруін оңаймас, типа. Жоқ, бұның... Жоқ, Көшеде голый жүрма бәрі сенде сонда. Автобуста бәрі голый кетеді. жоқ, ол ондай Жоқ, сен емес. сонда бәрін значит шешіндіресің ғой көзіңмен, я? Қыста қиын ғой саған, я? Бәрі курткасын шешеді. Галажин бар екен ғой, я, тігеді. Иә, қыста қиналып Қыста біреуге қарап тұрған ана адам, блин, тондым десе. жоқ, енді мен сұраққа жауап алайын. Сұрағың бар екен. Бізде сондай. жоқ, Енді содан кейін сіздер де жауап берсеңіздер. бір түрлі типа привычка. Сонда бір түрлі привычкаңыз бар ма десе, бұл киіндіріп жүремін сенің артынан десе. Бәрі шешіндіріп кетіпсіңіз. Негізі менің бір түрлі привычкам Уә! Десе. Қорқып кетесіңдер ғой бәріңе. Осындай привычкам бар десе, кешіңдер. Өзім қорқып кеттім өзімнен. О. мен бір түрлі ма білмеймін, бірақ та андай тамақ иіскеймін. Андай болады, бір нәрсе отырады ғой, тамақ иіскеймін, ыдыс аяқ иіскейтін адаммын, иіс ұнамаса мен жемеймін. Ол Всегда бір. ма? Екіншісі мен адамның иісіне қарап, короче, андай иіс ұнамай қалса мен сөйлеспеймін адаммен, желательно. Жандай болады ғой, парфюм себеді ғой адамдар енді екеуінде вообще шыққан жоқ, иіс вообще прикиньте. Бұларды вообще парфюм деген білесіңдер ма? Битке өзі битіп келдік қой ма? Білмеймін, мен парфюмім күшті, қымбат парфюм. 18 мың қалды мына. Қаншаға? 18 мыңға. Йо, менікінден 18-ін алуға болады. Мен сондай Иіспен иіске жүрсің ба? қатты қараймын. Мысалға, иіске мен андай адаммен танысам ғой, именно ұлдармен танысқан кезде я желательно стараюсь сразу бір көргенде бүйтіп жақындап кішкене. Сен қиын. Деп па? Жоқ, адам денесі. Жарап, артына бар. Десе. Адамның өзінің жеке денесінің иісі болады, парфюм болады. Мен андай парфюм жақпайтын ұлдар типа өйтем, ой, ё-моё, сөйлеспей қойшы, пожалуйста. И вот. Сол кезде қалай отшивать етесіз сонда ұнамай қалса иісі? Парфюм жепесің бе? Қатты. Жоқ, мен просто айтам, сен маған ұнамайсың деймін. Болды.
почему андай өмірді қиындатпайды бұл кісі. иә мен типа болады ғой ана жазып қалыватыр бір ладно андай подписчиктер болады мысалы иә көрермендер қарайтын анау мынау оларға енді максимально очень вежливо ответ беремін да мен типа кешірім сұраймын бір бәле деп но андай енді былай таныстардың арасында болған кезде ұлдарға мен айтамын сен маған ұнамайсың мен сенімен сөйлескім келмейді болды сасып тұрсың дейсің ба әшейін адам тұр да сен алып тұрған жоқсың маған сасып жатсың жаңа бомждың қасында тұр ма бірақ и бомж бүйтсе алысырақ сондай короче и вот біртүрлі ма бұл негізі тамақ иіскеу нормально негізі жоқ сендерді ұрмаған ба не кішкентай кездерінде тамақ иіскеп жатса уже желкеден бір удар келіп жатады брат біздің үйде жай тамақ иісі тұрады в целом оны иіскеп қажеті жоқ ол полный любой комнатада жоқ ана қонаққа барғанда определенно в целом негізі тамақты иіскеу деген ол негізі андай жаттау ғой жаттау негізі жоқ андай ғой мен ауылда өскен ғой әжем қолында и әжем подругалар келеді енді олар уже 60-70 сондайда да и олар андай протезін шешеді и ана әже шай құяды ғой шай құйғанда ішіне не курага салады и шайды құйып отқан кезде каждый кесеге екі қолын малып отырады ғой менікі ма деген сияқты и мен андай сондайдан кейін андай уже травма алып қалғанмын да уже андай қонаққа ұрсам бүйтіп қарап отырамын ғой әжең сені ұнатпады ма жоқ әжең просто саусақ ұзын болған шығар саламатсыз ба сәлеметсіздер ме есіміңіз кім есімім фируза о күшті менің сұрағым инсайт который вы получили за последнее время өзіңіз айттыңыз туған күн келе жатыр дедіңіз көп нәрсе ойлайсыз и соған байланысты қандай бір күшті инсайт алдыңыз инсайт деген не ештеңе білмейтін болсаң жаңалық бір сондай жоқ одан да андай нәрсе сұрайық да қымбат бір зат сатып алдым да жақында сол не инсайттан кейін соны айтшы қазір инсайт который я получила вообще мимо инсайт порча жасалды сол кезінде порчамен приворот болды в мою сторону апрель май қатты ұрып қалған кезім біріншіден кәдімгі құдайдың алдына жан құдайым ау деп кәдімгі сөйтіп қалған кезім болды екіншіден то что самолет сызақ па иә и екіншіден андай ғой адамдардың андай пиғылдары жаман деймін да бірақ та сені ол зат құртпау керек жұлдыз дедім да қанша жерден саған зиян жасаса да сен қайтармауың керексің в ответ құдай көріп тұр деп ойладым и менің андай соңғы уақыт құдайға деген сенім одан сайын арттыра бастады и такой инсайт чисто по-женски если сказать я начала больше любить себя и ценить потому что осы уақытқа дейін жасаған барлық белестерім мысалға жеткен иә жетістіктерімнің барлығын аннулировать ететінмін мен всегда жұлдыз ты могла лучше еще лучше деп и мен бір уақытта андай момент болып қалды бір жерге бардым енді айтпай ақ қояйын ұзақ әңгіме сол жерде кішкене енді мүгедек адамдар болды кішкене бас бостандығынан айырылған адамдар көп болды сол уақытта түсіндім то что жұлдыз жасың 24-те жеткен жетістіктерің өзіңнің арқаңда енді бірінші құдайдың арқасында әрине екіншісі сенің арқаңда и вообще почему ты себя не ценишь деген сұрақ болды сол уақытта конечно самоуважение келеді и любовь еще сильнее и сол кезінде андай жігіттер бір бәле сір бәле дегенде подругалар мысалға келіп сені бүйтіп тиіскен кезде сразу бірден айтасың да у тебя есть какие-то проблемы повтори вопрос в чем проблема деген сияқты потому что ты начинаешь себя защищать и ты начинаешь выбирать только себя в этой позиции например маған ұнамай отырса мен тұрамын да кетіп қаламын мен андай блин ұят болады оған келіп қалды ау блин қазір не ойлайды мен туралы емес тело сигнал беріп тұр я ухожу я выбираю себя и это очень сильно лечит и я вам тоже советую сол зат болды инсайт спасибо большое көп рахмет сұрағыңызға сіздің ең алғаш тапқан заработыңыз қанша және қанша жаста тапқан едіңіз оны өзіңізге арнап не алған едіңіз оған ең алғашқы пенал 18 жасымда 40 мың алдым жайкаста жұмыс істеп жүрдім 40 мың алдымда 20 мыңды депозитқа тығып тастағанмын 10 мыңды мамаға беремін 5 мыңды продуктқа қалдырамын да и 5 мың алады сосын ойлаймын не істесем екен деп сосын 1500 теңгесіне анау рефератқа жібердім да 3500 теңгесіне комбо боксмастер ана не бар ғой KFC алғам я так өзімді бір баловать еттім уже жекста жүріп KFC жедің ба жекаға айтып жоқ андай ғой общагада қыздар KFC жикта жүріңдер деген кезде ойланып тұрмын келесі күні туалетте очередь қалай болды бармай ақ қояйын ба не істейін деп андай 3500 теңге қатты қысып
тұр да, өйткені 40 мыңның примерно жақсы барайын десең проценті ішім ғой. ашиды, бармайын десең. Иә, сондай болып тұр да, бірақ та нет, бірінші зарплатам өзіме жұмсаймын деген сол кезінде вот 3500 теңгеге. Хорошо, рахмет. Сол бірінші зарплата 3500 ба? Көп болыпты, менде 400 теңге. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз, Мен есіміңіз? сіздердің Айжан есімім. Барлықтарыңызға сұрағым бар. Өлі. Егер де осы жерде сахнада отпасаңыздар, блогер болмасаңыздар, қандай жұмыс жасар едіңіздер? Мен білмейді екенмін. Мен айтишник болатын едім, мен мамандығым айтишник. Мен мұғалім болар Ең едім. артта дамыған ел болатын егер IT жағынан сен айтишник болсаң. Брат, мен IT-дан мықтымын ғой, мен саған Жоқ, ойнап отырмын, Windows'ын істеп берген жоқпын ба? BIOS. Red Биос, flag, айран. BIOS, иә. Сол айтайын дедім, ұят болады деп. Так, Жузи сен. Мен мұғалім болатын едім қазақстан тарихынан. Иә. Қойшы. Иә. Сұрақ қойшы кәдімгі мұғалім болып. Қазақстан тарихынан ғана қой. Екінші дүниежүзілік соғыс Ой, басталған оны кезде Гитлер қай 2, 3, 4 па? Жұлдыз, Дәу болған Гитлер, мұрты болған. жұлдыз әдебиет емес па? әдебиет емес, Тарихтан бірінші қоямын деп тұрмын. Гитлер қай Гитлердің елге бойы ұзын болған ба? Художник болған, художник болған. аңсаған. Короче. Короче, Микрофонсыз айтты бәрін. сұрақ қоймаймын онда. Болды ма? 5 қойдыңыз ба? Иә. Рахмет. Осындай мұғалім болған. Ертең примерно тизер Ладно, былайша. ладно, қоя. Негізі всегда осындай шоуда аңсаған маған тиіседі. И мен бұны өмірде бұған тиісемін ғой, бұл сосын өзім деп қалады. Сосын өшін алады осылай маған келген кезде. Мен білет та бұл андай камера қосылса Джузика сөйлемей қалады, адамдар да сөйлемей қалады. Екеуін сырласып бөлмесіне жіберсек. Жузи, тынышталшы. Сондай болсаң. Қайттан қойшы сұрағыңды, жаңа қызық болып кетті өзіме бағана. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған Дүниежүзілік. соғыс басталған кезде Гитлер қай елге бірінші кіріп келді Өлі және қай Польшаға. уақытта? Қай уақытта? Мальдивта болды. Өлі қай уақытта? Әбеттен кейін. Жоқ, Өлі мен Күні. білмеймін ғой қашан. Күні. Ау? күні. 39 жыл. Күн дейін. Июнь, апрельде. Өзің апрель. Жоқ, оқыма. Сентябрьде ғой. 2 сентябрьде. 1 сентябрь. 1 сентябрьде ма? Прикинь, мен осыны жетіп тұрмын ғой, қасына барып тұрмын ғой, шапал ұрмайсыңдар ма? Средаға түсіп қаптым, вторникті айтып тұр. Саған да жауап беріп жер, сен кім болатын едің блогер болмасаң? Блогер болмасаң Блогер кім емеспін болатын? ғой мен. Стендап комик Стендап комик болмасаң. емеспін ғой мен. Деп ойлады да қазір қызық отырсың. Мен ба? Мен егер мына жерде отпасам, ана жерде отырып екен. Мынау күшті жауап деп ойлаймын. Иә, Или мына жерде отыратын едім. болды ма Или ана жерде жауап? отыратын едім. Жоқ, ладно, айтайын да мен тамада болатын едім. Әнші болатын едім. Жоқ, мен тамада болып кетейін деп тұр, болып кетпей. Мамандығыңыз қандай сонда? Ау? Мамандық. Мамандық? Енді 30-ға келдіңіз ғой, бір мамандық оқыған шығарсыз. Өлі маған общественное мнение маған айтып отыр. 30-ға келіп бір мамандық оқыған шығарсың. Значит, сен адам 30-ға келіп бір мамандық оқу керек деп санайсың, иә? Мен олай санамаймын. Мен сол үшін ешқандай мамандық оқымаған, прикинь. Онда сіздер неге Көрдіңдер ма? мамандықпен жұмыс жасамайсыздар қазір? Ау? Сен не бізге антимотивация сен типа айтып келіп сендер не істеп отырсыңдар үшеуің мамандықпен жұмыс жасай салыңдар. Мен мамандықпен жұмыс жасамау үшін тастап кеттім де осы жерде отырмын. Маған мамандықпен емес, осы жерде отыруды таңдадым. Мен саған айтайын, мен Сұрағыңа жауапты күшті жауап бердім деп ойлаймын. Иә. Мен Назарбаев школ бітіргем. Ой, Назарбаев школды неше рет бітірді мен көзімше. Мама папам бәрі ойбай Назарбаевтың жанында отырады, Ақордада деп ойлады. Мен Жузидің жанында отырмын, иә. И мен бақыттымын. Өйткені мен адамдарды күлдіре алатыныма мен поверил в себя. Мен сонымен жұмыс істедім, и я от этого кайфую. Жаймен ақша тауып жатырмын, сондықтан осы жұмыста. Өзім қала андай не хочу таңертең 8-де тұрып автобус күтіп тұрып, ше. Біреудің голый қарап, біреу голый көрініп. Осылай адамдарды күлдіріп, осыдан кайф аламын, мен маған ұнап жатыр. Жақсы, Болашақ не болады білмеймін, может айтишник болып жұмыс істеймін. Прикинь, айтишник болып кетсе. Рахмет. Микрофон. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Жұлдыз, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Креатив. Тода Жұлдыз деген. Қош келдіңіз деді. Студияға қонаққа келдік. Негізі өзім Алматыда алғаш реттін, Ақтаудың жігітім. Осы Ақтауға қайтар кезде сізді көріп кеткеніме қуанышты боламын деген ойдамын. Мынау жынды. Мынау андай чүберек бар ғой, дәу жусаймен сондай болып тұр. Енді сұраққа келетін болсам, егер қарсы болмасаңыз 2 сұрақ қойсам деп едім. Қой көрген ғой. Негізі Жұлдыз, сізге сұрағым жалпы. Сұрақ болмай тұр ғой.
тикток, инстаграм әлеуметтік желілерді қараған кезде осы сіздің мимикаларыңызды, жаңа қимылдарыңызды қайталап сөйлеп, соған еліктеп видео түсіріп салатындар көп та. Негізі, бірақ мен өзім андай адамын да, мысалға соны көретін болсам, неге еліктейді, например, өзінің затын негізі өзі, сол адамның өзі жасаған маған сондай ұнайды да негізі. Сізге мысалға ондай видеолар тап болмай ма, или біреулер жібермей ма, сіздің көзқарасыңыз қалай деген сұрақ. Чат GPT-ға қойсашы бұл сұрақты. Сен Джузи сияқтарға ақ подписыз. Бұл бірінші сұрақ па? Иә, бірінші сұрақ. Екінші сұрақ бар ма еще? Бәрібір емес па? Деп жауап берсеңші просто. Все, сұрақты егерде тезисіне қойып берейін ба десеңіз? Негізі байқаймын, көбісі жер жатады дайректен. Қыздар не жіберіп атады? Қыздар еріктеп, мен сияқты білмеймін, мимика салады мысалға, там эмоцияларымды қайталауға тырысатындар бар. Эмоциямды қайталауға тырысатындар? Бүйтіп деп сөйлейді. Мен оны бүйтіп жасанды істей алмаймын, ол мен просто сондай эмоциям бетім. И байқасаңдар да мен сұрақ қойып отырса уже көзім бүйтіп атады да, деп түрімнен көрініп тұрады. И вот көрген кезде ешнәрсе айтпаймын, ойламаймын. Бәрібір маған мүлдем андай қайталаса қайталай берсін. Кейбіреулер просмотр жинайды, көбісі жинасын, на здоровье. Андай ғой, қанша жерден сен біреуді қайталап, сол сияқты киініп, сол сияқты боянсаң да, операция жасатсаң да, бірақ та сен сол адамның энергетикасын қайталай алмайсың. Сондай бар да? Сондықтан Джузиға еліктеуді қой. Сондықтан дайындайды ғой, андай Джузиге ой еліктеуді қой бұл. Әр адамның өз изюминкасы болады, сол изюминканы жоғалта алмаңыздар. Сол ғой. Менің изюминкам мысалы мынау ғой. Мынау. Білеміз сені изюминканы. Шыққамаған, прикинь, вообще түспейді. Саған білеміз. Өлі. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ, менде жалпы жігіттер қауымы қызығатын сұрақ деп ойлаймын. Негізі жұлдыз үшін идеал жігіттің мінезі қандай болу керек? Күшті сәлді, брат, телевизорге дайындап келген сияқтысың. На телевизорда ұстап отырады ғой. Бір Алматыға бір передачаға келген сияқты негізі бар ғой. Жоқ, негізі өзім актермын. Актерсың ба? Бәсте бағанан бері кімге ұқсайды ғой, Том Крузға? Том Крузбен кімге ұқсайды? Балателеге. Ол емес, соға еліктеймін десе. Жігіт ба? Скарлетт Йоханссон деп отырмын ғой бағанан бері. Мынау күшті сұрақ екен ғой, тиктокқа тарайсың, иә? Идеальный жігіттің мінезі қандай ма? Мінезі? Білмеймін, мен енді андай бар ғой, егерде шын айтатын болсам, жігіттің түр әлпетіне қатты назар аудармайды екен. Иә, өйткені түр әлпетіне бойың жетпейді сен. А че қатты әзіл ма не? Типа бойың кішкентай деген сияқты. Жүзе ондай әзілдерді көтере алатын едің ғой сен? Көтере алмаймын қазір. Білем, түсінем. Просто мен назар аудармаймын мүлдем. Это бір, екіншіден бойым жетпейді. Чувствуй. Саған еркелеп отқаншы андай деп бір ғой. Ойла, бойым жетпейді деп отқаннан қарағанда. Жоқ. Просто мен жаңа бар ғой, қатты серьезный болып келдім. Соған мына екеуі үндемей қалды. Бұлар үйреніп қалған ғой, мен деп келетін мен. Бүйтіп отыр ғой. Жоқ, мен үндемей андай миымда бір нәрселер ойланып, музыка тыңдап отырдым да, соған екеуі бүйтіп. Миын босатпай келіптісің ғой бүгін, иә? Иә, көп жұмыстар болып кетті содан. Джузиға серьезный бола сол сән ғой. Содан екеуі біртүрлі қалды, соған аңсаған маған тісе отқаны ғой. Енді сұраққа жауап берейін. Маған ең бастысы еркекке назар аударатын зат это чувство юмора. Қасқа. Барма. Кім Джузи-пузи деп андай нашар болса чувство юмор. Жоқ, андай черный юмор дегенді білетін адамдар. Жаңа юморды көтере алмай тұр ғой, бой туралы. Черный юмор деп қойды. Ол белый юмор. Ол бағанағы айтқан менге низкий юмор екен ғой. И вот сосын қатты байқайтын затым қасиеттерінен енді андай ғой, мейірімді болса болды ең бастысы. Андай жоқ, түрлері добрый ұлдар болады андай. Кеше далада бір мысық тасырап алды. Жоқ. Біздің мысық қой да. Жоқ, андай. Сондай тональності кіркете ма деп ойладым да. Соны +1 деген тональность та. Жоқ, мысалға болады андай ұлдар, қыздар байқайтын жүрсіңдер. Түрі добрый ұлдар. Ол не обязательно томпақ болу. Бірге дейіп кетті. Сен оқ аттың ғой? 80% Жиза! Мына томпақ туралы айтып жатыр деп.
80 килограмм. жоқ реально андай жүзі жылы адам ұлдар болады ғой жүзі андай жүзі микроволновка болып тұратындар. сондай болды, менде басқа критерий жоқ. Прикинь, екі ақ критерий екен ғой. Саған келіп тұр негізі, сен жүзің жылы, томпақ. Жүзің қанша градус болып тұр қазір? Плюс 19 болса көреміз. Облачный болып тұрмаса ол. Брат, красавчик, күшті сұрақ қойдың, Я, четко рахмет. сформулирован. Рахмет. Шапалақ ұрып қояйық. Негізі мен андай ойладым да, көп программаларда адамдар өзінің проблемасын келеді. Джузи осылай болып жатыр деп. И мен андай саспай келемін ғой, типа, ой, жауап беремін, любой, қорқпа деп. И бүгін андай ғой, маған сұрақ қояды, не қояды Сөйтіп қалдың ба? мен сөйтіп қалдым деп. Жоқ, еще андай ғой, өтірік соғып жерге болады да негізінде. Бірақ та мен андай ойлап тұрмын, шын ответ беру керек, ё-моё деп андай. Енді я люблю за честность, типа, вот всегда андай, жоқ, жұлдыз адал бол деп. И вот, сондықтан да сұрақ болса, маған Мына қатысты. қуаныш, сен чувство кетеді сондай. Өйткені Эрсигола кез келген сән ғой. Просто сән ғой Жоқ, деген. любой нәрсені жеңілдету. Да, монтажда бір бәле қылып істеп аламыз өзіміз. әрең жеттік қой. Әрең жеттік қой дейді. Сіз микрофонға жеттіңіз. Бағанадан бері микрофонға келатсыз ба не сіз сонда? Микрофон маған жетті әрең. Ладно, саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Саламатсыздар ма? Сіздерді проекттарыңызбен тұсауының кесілгенімен құттықтаймын. Давайте деп андай бізге компьютер лақтысы. Так, саламатсыз. Қош келдік. Рахмет. Менің есімім Гүлназ болады. Менде 2 сұрақ бар. Даже 3 сұрақ десем болады. Онда проекттің атын өзгертейік, 3 сұрақ деп. Менде бір сұрақ бар де. Өтір. Бір сұрақ бар. Өтір. Бір сұрақ бар. Жарайды, біреу қойайын ба? Жоқ, үшеу қоя бер. Қоя беріңіз. Шамалы жыныңызға тиюі мүмкін, бірақ білмеймін енді. Мысалы, болашақта сіздің болашақ күйеуіңіз, дейік, тұрмысқа шықсаңыз, сізге блогерлікті таста, мен сені өзім обеспечивать етем. Кәдімгідей бір жағдайы жақсы, бір бизнесмен, сондай болса. Мен ақша Жарқын айттым ғой кәдімгі. мен шығамын отырмысқа оған. Жағдай жақсы, бір бизнесмен болса. Мен білем ғой, Жизиға қандай адамдар ұнайтынын деп па? Деп па? Жарайды. Сондайға қалай қарайсыз, иә? Блогерлікті тастайтын ба едіңіз? Кәдімгідей прям соцсетиден кетіп қалып ше? Егер маған сондай әйел болса, иә? Аңсаған тыңдап бәрін таста өзім асыраймын десе, пожалуйста. 707. Негізі бұрындар ойлайтын, тастаймын, ойбай болды, шаршадым, типа не хочу деп, біреу асыраса болды деп. Бірақ та қазір соңғы осы жылдан бері негізінде ойлаймын да, бұл енді мен өзім творческий адаммын да. Сенің бір натураң ғой? Бұл мен натурам да. Бұл маған менің жақсы көріп істейтін жұмысым, хоть иногда сложно. И мен ойладым, қалай мен ертең тастап кетемін мысалға да, күйеуім айтса. Сосын ойладым, күйеуім неге қарсы болу керек? Ол мені жақсы көрсе, толықтай жақсы көреді. Тек қана болады шығар, бір-екі жұлдыз, мысалы, былай киінбе, немесе былай сөйлемей ақ қойшы, не мұндай рубрика болмай ақ қойсын, либо мұндай қойылымдарға бармай ақ қой деген сияқты болса, оны ақылдасуға болады. Болды. Мен солай ойладым. Сізге енді көп жігіттің көзі түседі ғой. Сол қызғанып, мысалы, ревность болса дегендей. О жағына шешеміз деп тұр ғой? Пообщаемся деп тұр ғой, күйеумен? Ревность... Ну, болады, не істеймін енді. Ну, я знаю, что я красотка, и то, что я очень сексуальная. Все знаем. Бірақ қаласыз қой, иә, блогерствода? Я. Сен самайындап жүрсің ба сонда? Онда тиранға шықпашы, пожалуйста. Сен көргің келеді. Тұрмысқа шықса мен не кімді қараймын? Үшінші сұрағыңыз? 2 ғой. Енді 2-ге көштім. Өзі бағана үшінші сұрақ деп айтып еді. Рахмет сұрағыңызға, тамаша шапалақ ұрып қойыңыздар. Екінші сұрақ. Бар ма? Так, сізде то есть көрермендеріңізбен, жаңа қыздармен, там, сізбен көріскісі келетін, мысалы, подписчиктармен бір күн деген сияқты, вроде сондай болды ғой сізде, ойыңызда ше? Кездесіп бір күн өткізу дейтіндей. Соны сіз Қай күнге түсіп тұрды? жалғастырасыз ба болашақта? Қай күнге түсіп? То есть ойда бар ма дегенім ғой? Негізі ойда бар, болады. Ойлағам ғой андай... Не ойлан да орта салсай тесіз? Типа бір қыз таңдап. Неге бір қыз? Оқырмандарым арасынан. Енді бәрі, мен сөйлесіп үлгермеймін ғой мен. Бір қыз бір ұл? Ұлдар андай қатты нетпейді. Қыздар бір қызды алып, сосын
ютубқа түсірсем бе деп ойлағанмын ғой, либо рилсқа. Камера болса ютубқа, телефон болса рилсқа. Типа один день со мной. Вот. Каково будет ей деген сияқты. Анда күшті қыдыртып, былай Иә, қыдыртып, анда апарып, мында апарып. Мысал қайда апаратын едің? Мысалға, бірінші, ол, конечно, тамақтандырамын, чтобы көңіл күйі жақсы болу үшін. Иә, иіскеп тамақ ішіңдер, иә? Так, тамақтандырасың сосын? Тамақтандырамын, сосын шығамыз. Шыққаннан кейін обязательно спа. Надо расслабиться. Мен негізі қызым деп сондай ойдам. После расслабона шопинг. О. Шопингтан кейін, конечно, пивка попить. О. И вот. Обычный вторник. Обычный вторникті айтып қойды сен. Максимально сделать комфортно и раскрыть человека. Болды менің басты ойым сол. Суббота воскресеньелерді айтпайсың ба? Дейді ғой. Бұл сұрақты қойып отқан себебім сізбен бір күн қызықты болатын сияқты. Жоқ, ол күн не только бір күн, өмір бойы да қызық болуы мүмкін. Green flag па? Өтірік. Ақша жерсің? Сенмен қарайсың. Рахмет жауабыңыз. Рахмет, сізге де рахмет сұрағыңызға. Шабалар қойыңыздар, тамаша. Күшті. Негізі прикольный екен, иә? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Өте әдемі болып тұрсыз. Ой, рахмет. Рахмет, маған барша Менің сұрағым, сіздің арманыңыздағы өмірлік жұп болуға предложение қалай өту керек, және ең кринжовый варианты қандай? Ең кринжовый варианттар мен білемін. Көп вариант бар. Қандай білесіз ба? Ең кринжовый тізелеп қаласың. Кринж ғой, сен сасып тұрсың. Или торт жейді да тауып алады. Торт емес, рамен деші, рамен. Қиналып өлсін. Кринж. Не осуждайте меня, это мой выбор. Но андай далада мәремей деп тұрады, өйтіп гүлмен, андай Есентайдың жанында. Не хочу. Жаман ба не? Ой, бірінші вариант сол еді ғой. Ол бір кринж, екі андай достарын бәрін шақырып қойды ғой. Ол негізі андай момент қой, екеуіне қатысты, романтика. Вау. Сондай момент болу керек та. Жиздухалар тоже болмау керек пе? Ешкім. Светтер тұрады, сөйтпейді кровать. Екінші вариантында кетіп қалдым мен. Жоқ, ана жерде енді сен ойлашы, мысалға жоқ деп қалсаң мысалы да, ана жерде бүкіл достар бүйтіп тұрады ғой, андай деп. И мен ойлаймын. Прикольно ғой, сол моментте қызық сияқты. Жоқ деп қалса да, бәрі түрлерін кәдімгі көрініп жатыр ше. Ал мен үшін самый... Жоқ дейсің ғой? Жоқ дейді ғой? Жоқ, міне, жоқ дейші. Жоқ, көтін боқ. Сондай датауға предложениеда прикол ұстап жүре беретін болсаң. Ансанға жоқ десе, бірақ ансанға ешкім жоқ демейді. Не, құры бар дейді. Гей екен білдіріп қойдың ба? Так, ең күшті вариант. Самый лучший вариант. Шетелде шығар. Ну, шетелде и обязательно граф. Что? Граф. Графи дейді, анау, кушаем, суши, граф. Жоқ, это бренд такой. Шучу. Графтан болсын кольцо. Кольцоның бренді ма? Граф деген. Граф дегенге мен андай рыцарь сияқты біреу деп. Граф Монте-Кристо. Сол граф дегенге, күйеуім граф сияқты киіну керек деп. И обязательно сюрпризбен. Потому что мен любой андай сюрприз бір Енді сюрприз санала ма? Сондай жасайын деп отады ғой. Мен сразу сезіп қоямын. А когда вот спонтанно, реально мен андай бүйтіп пижамамен быт болып отқан кезде андай келіп қалып бүйтіп деген маған ұнайды. Без разницы, менің маникюрім болмай ақ қойсын, мен шашым быт болсын, камера түсіріліп жатсын. Но я хочу, чтобы вот это вот чувство. Да, естественно, что мен деп жылап сөйткен. Жузи қашан шығасың, бір әңгіме бар. Ар жақта жүзуші кім борщ ішеміз ба кеше? Дейді ғой, сақина шықты графтан ал соны десе, все прикинь. Сондай қалайсың. Тоже прикольно. Жоқ, осындай. Оранжевый нәрселердің ішіне іздейсің ше. Рахмет. Что, шапала барып қояйық? Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Айкерім. Айкерім? Иә. Г емес па? Жоқ. Керім? Сызықша бар ма ортасында? Жоқ. Қалай жазып алғансыз? Еспей жазамын. Саламатсың. Саламатсыз. Жоқ, сіз маған ренжіп отырсыз ба? Ренжіп отырсаңыз, срочно сәл төстеңізші. Игнорить етіңіздер ғой, сол үшін ол айтты, типа сен қол көтер деп. Вот, а менде тағы сұрақ бар. Сіздің жұлдыз, сіздің фобияларыңыз қандай деген сұрақ. Фобия? Иә. Мен бір аңсағаннан фобия. Андай киношный айтайын ба?
Иә. Киношын айтатын болсам, менің үлкен қорқынышым өз өзімді жоғалтып аламын ба деп ойлаймын өмірімде. Өйткені сол үшін всегда айналып жүру керек. андай ғой, мен әбден жалғыз өмір сүріп үйреніп қалған адаммын да. И өмірімде өте қатты ситуациялар болды. Мен өзім жалғыз қалып қойған моменттер, хотя жанымда көп достарым болды, анау мынау отбасым кішкене алшақтап кеткен кездер болды. Сол кезінде түсіндім, то что бұл өмір жалған, бәрі кетеді. Жұлдыз, ақыр соңында өзің қаласың деп. И сол уақытта сен өзіңе деген сенімділігіңді, өзіңе деген махаббатыңды жоғалтып алсаң, просто потом уже все потеряно, оказывается. Сол зат болады. Сен әлі күнге дейін жалғыз тұрасың ғой. Да? Саған сондай моменттер келіп тұра ма, типа жалғыз қалған деген сияқты? Жоқ, нормально. Да? Ал андай фобия болатын болса, мен неден қорқамын? Домовой деген сияқты. Жоқ, домовой мен жыланнан жаман қорқамын мен. Жылан? Жылан. Қалай жыланнан қорқады? Окей. 9 минут қалды, шыдап тұйық. Жылан дегенде кәдімгі шын жыланнан қорқасың ба? Я жаман қорқамын мен, андай салқын, еще андай тез, андай тілі шығып тұрады. Онда мен сенің жыланнан андай қорықпаудың лайфхактарын айтайын. Біріншіден зигзаг болып қашасың. Қаша аласың ба? Оң жағың қай жерде? Оң жағың қай жақта? Сол жағың? Осылай қашасың біріншіден. Екіншіден, егер ол прям одан да үлкендеу жылан болса, қайда жүрсің сен? Не істеп жүрсің? Жаңағыдай ютубта бүйтіп жүресіңдер ғой, жерін бүйтіп басып бір Зигзаг. 10 секундқа алдырақ Мен деп. өмірімде бір жыланды 10 рет ұстаған шығармын қолымда бүйтіп. Жоқ, мен ұстай алмадым. 10 рет тойда болдың ба сен? Жоқ, тойға шығардым өзім. Жылан зигзагпен қашасың ғой, бірақ не всегда. Ақылды жылан кездесіп қалса пи болады. Жоқ, кездестірмей ақ қойсын, мен жаман қорқамын. Келесі сұрақ. Жоқ, бізде тағы сұрақ. Сізге, кстати. Маған? Иә. Сіз қандай ништі бітірдіңіз? Петропавлдағы ништі бітірдім. Физика, математика. Петропавл дейтін қала бар ма не? Реально ма? Біз Алматыны бітірдік. Ойне, әзілдеп жатырмын. Нишістер сондаймыз ғой, сәл сондай өзі нашар адамдарымыз. Плохо воспитали, но білім бар бізде, да, вот, да. Сен Петропавлда оқыдың ба? Петропавлда оқыдым, ништа, бірақ Көкшетаудың баласымын, короче. Петропавл Қарағандыда түрмеде отқандырды. Ойнап айтамын, вот. Ол дәке екеуміз ғой. НТ 119 алғанбыз ғой. Сәлеметсіздер ме? Саламатсың. Мен бір сұрағым бар. Негізі екеу. Бірінші сұрақ, ол сіз айттыңыз бана Бір сұрағым бар, негізі екеу. Екі қабат па сонда сұрағым? Сұрақ екі қабат, прикольно. Давайте сұрақ. Сіз бірінші айттыңыз, сценический образ, менде бұл жартылай ұялам дедіңіз кішкене бана адамдармен сөйлескенде. Енді ең алғаш сіз блогерлік жұмысты бастадыңыз деген сияқты, сол кезде сіз қандай чувствомен бастадыңыз, немесе банаға туысқандар осуждать сұрақтарың, неге өмірлеріңді қиындатып алғансыңдар? Туысқандар осуждать ете ма деп, немесе достарыңыз бана сөйлей ма деген қорқыныш болмады ма? Ол қорқынышты қалай жеңдіңіз? Пожалуйста. Менде вариант, негізі екі-ақ вариант болды. Мүлдем шықпауға, блогер болмауға, немесе ва-банк. Жұлдыз көреміз деген сияқты. Сен болмауды таңдады деп тупой болсың. Химинаны таңдадым ғой. Андай ғой, менде ва-банк болды. Мен айттым, бұл сенің шешімің, Жұлдыз. До конца тұрамыз. Ничего не знаю. И я знала то, что бүкіл туысқандар сөйлейді, анау сөйлейді, мынау әңгіме айтады. Мен айттым, көтереміз. Мен қорыққан жоғым ол заттан. И вот сондай болды. Екінші сұрақ, бұл бана айтылды, блогер болмасаңыз деп. Енді сіз қазір блогерсіз, ертең былай айтқанда кемпір шал болғанда қалай елестетесіздер өздеріңізді? Кім болып? Тиктокта маска бар ма? Соны елестетемін. Жоқ, я буду кайфовать. 40-тан кейін мен жұмыс істемеймін. Мен ары қарай уже тәтті өмір сүруім керек. Мен сол үшін қазір жұмыс істеп жатырмын. Телеграмда 50 жаста отырады, бір шалдал кеп маған танысайық дейді. 40-қа дейін мен де жұмыс істеймін. Коридорда іші аты. Сәлеметсіз бе? Мен есімім Динара. Негізі мен сіз бұрында танымайтынмын, сосын бір досым айтты маған, типа мен сізге ұқсаймын, и содан кейін мен сізді қарап кеткен болатын. Менде бір сұрақ. Удостоверениеңіздің артында неше адамға ұқсайсыз деп тұр дейсіз. Соның біреуі менмін ғой. Мысалы сіздің типажыңыздағы жігіт
жолықты прям. Но ол сізге айтады, қолы мен жоқ агностикпін дейді. Агностикпін дейді, но сізге ол прям келіп тұр. Сол кезде сіз не істейсіз? Агностик? Иә. Типа мостикқа тұратын ба? Жоқ. ол біздің махаббатымызға қандай кедергі бар? Не, саған дұрыс айтты. Ешқандай кедергісі жоқ. Иә. Бұлай құндылықтарыңыз сәйкес келмей қалмай ма деген сұрақта. Құндылықтар дегенде бірінші орында менде сезім тұрады. Екінші жерде отношения бар жерде компромисс деген зат бар. И міндетті түрде енді біз қазақпыз ғой, мен бірақ та зарекаться не хочу, но я люблю қазақтарды. Но особенно оралмандар. Сен кәм андай бір қара нәсілдіні люблю деген сияқты айтты ғой кәм. жоқ, енді мысалға да ертең жақсы көріп қалған ол сондай басқа ұлттың адамы болып, иә? Жоқ, басқа ұлт емес. Мен басында жағдайда, мысалы, ол қазақ отбасында өскен, кәдімгідей менің типажыма келіп тұрады, бірақ ол агностик. Мен Құдайға сенбеймін, ол бар болса, ол әділетті болу керек деген сияқты сондай ой ойлайды. Сен мынандай нәрсе айтыпсың. Маған бір жігіт ұнайды да, иә? Оны қызыл кроссовка киіп алған дейді. Деген сияқты нәрсе емес па бұл? Жоқ, андай ғой. Мен үшін ол қатты проблема емес. Бірақ та андай именно нация келген кезде бар ғой. Мен мысалы Америкада болып келдім ғой. Вообще жақпады маған олдар. Андай өйткені біліп тұрасың, мұсылман емес, ислам дінін ұстанбай. No Muslim, no nigga. И менде вообще андай сезім болған жоқ. Ал агностик, білмеймін, мне кажется, это лечится. Не ол агностик деген? Андай айтады ғой, самолет құлаған кезде атеистер болмайды. Определен дін жоқ, короче. Адам сөзін білмеңдерші екеуің екі жақтан. Мен айтамын да, негізі деймін да, ол затты қатты бүйтіп бөліп жармаймын, бірақ та самолет құлағанда ешқандай ана жерде бірде-бір атеист табылмайды дейді, бәрі сенеді, сенім болады адамда. Пилотқа ма? Сондай да? Болды ғой, агностик табады, бір ұшасыңдар екеуін да, потом тәубасына кетіріп ала қоясың ғой. Жаңа пилотпен сөйлесіп қоясың же, агностик жігіт пилот кішкене берасын көбейтіңізші. Скат болса бір 10 берсең жетеді. Пилот өзі ақ бүйтіп жүреді бар ғой. Или скатқа даже төлемей, пилотпен сөйлеспей өзі ақ бүйтіп бар ғой өзі. Пилоттың өзі агностик болып шықса. Айтпақшы, Жози өзімен бірге сыйлық алып келген, ең қызық сұраққа немесе ерекше сұраққа өзімнің сыйлығымды берем деген. Ол сыйлығын бүгін ол маған беретін болды. Өйткені мен бағана аяғың размері неше дедім? 35 деді. Кәне, бер сыйлығыңды. Сен ойнап айтамыз, көрермендердің арасында ойнатамыз. Берсек болады? Жоқ, ең қызық сұраққа берейік, ең қызық сұраққа деп айттық қой сторисына. Помнишь, иә? Или ең қызық сұрақ, қай сұрақ саған? Не обязательно қызық, әйтеуір бір сұраққа берші. Иә, саған маған. Ең демей-ақ қой, сұраққа берсең болды. Анвиктус деді ма? О, голый! Голыйға берейік кейін үшін. Ангустин. Ангустин деді, мангустин деді. Жоқ, да, давайте онда, өйткені екінші сұрақ ұнады, первая зарплата. Өте күшті. Ең бірінші зарплата настроение қандай қалма зарплата? Иә, енді есіме түсіп кетті да. Ең бірінші зарплата? Сол, иә, еще сол уақыттан кейін тағы да аламын, бірақ 45 мың аламын ғой. Ол кезінде қазіргі менің зарплатамнан көп. Все, сыйлық қайда? Сөйткен кезде сыйлықты алып келемін сол қазір? Все, өзің табыстайсың ба? Иә. Иә, өзі табыстайсың. Келіп сізге не бұл? Стайлер ғой, шашқа арналған. Шабалар қойыңыздар, бүгін бізде қонақта болған Жозефина. Шабалар қойыңыздар, рахмет, аманса болыңыздар, комментарий, лайк. Джузиға гүліміз қайда біздің? О, бізге Жозефинаға гүліміз бар еді. Бүгін бізде қонақта болған Жозефина, шабалақтарыңыз. Аманса болыңыздар, бір сұрақтың келесі шығарымдарда кездескенше қай қонақты күтесіздер, төменге жазып кетіңіздер, біз кез келген қонақ шақыруға тырысамыз. Рахмет, аманса болыңыздар.